Сәлем достар, менің аты жөнім Асем Альмухамбет және мен ақштың Калифорния штатында ағылшын тілін үйрендім. Енді биыл Американың белді университеттерінің бірінде мен өзімнің магистратурамды бастамақпын. Және бұның барлығы тегін, сонымен қатар маған ай сайын стипендия төлейді. Қалай дейсіздер ғой? Онда видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі бүгінгі видеода мен сіздерге ақшта магистратурада тегін білім алу үшін не істеу қажет, қандай бағдарлама бар, ол бағдарламаға үміткер болу үшін қандай құжаттарды жинау қажет, және де ол құжаттарды жинағанда неге мән беру керек, осы және осы басқа да көптеген пайдалы әрі қызықты ақпаратпен бөлісетін боламын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, себебі болашақта мен тек қана ақш қана емес, сонымен қатар Европада, Азияның дамыған елдерінде, Австралияда, Канадада тегін білім алудың жолдары қандай бағдарламалар бар, қандай университеттер грант жариялап жатыр, және де ол университеттерге, ол бағдарламаларға тапсыру үшін, грант иегері атану үшін қандай құжаттар жинау қажет, IELTS-тан қанша балл жинау қажет, олардың дедлайндары қандай, яғни құжат тапсыру уақыты қандай, ағылшын тілін тиімді үйрену үшін тиімді үйренудің жолдары қандай деген секілді осы және көптеген ақпаратпен бөлісетін боламын. Сондықтан да бұл осы ақпараттан қалыс қалмау үшін міндетті түрде каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, шетелде білім алу, ағылшын тіліне қатысты, гранттарға қатысты және шетелде тегін білім алу үшін құжаттарға тапсыруға қатысты сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Келесі видеоларда сіздің сұрақтарыңызға жауап беремін. Ал бүгін мен сіздерге ақштағы университеттерде магистратурада тегін білім алуға мүмкіндік беретін Fulbright бағдарламасы туралы айтып беремін. Fulbright бағдарламасы ол Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей және тағы да басқа дамушы елдерге арнайы тағайындалған стипендия. Оларға кімдер үміткерлер бола алады? Яғни шетелде тегін білім алғысы келетін, бірақ өкінішке қарай қаржылық жағдайы жеткіліксіз, бірақ сондай шетелдегі білімін, шетелдегі тәжірибесін өз елінің дамуына үлес қосқысы келетін сондай үміткерлерге тағайындайды. Және де оған бұл бағдарламаға өзіңіздің үміткер ретінде тіркелу үшін не істеу қажет? Бірінші қадам Fulbright'тың Fulbright бағдарламасының сайтына кіресіз. Және ол сайтта арнайы өзіңіз туралы ақпаратты толтырасыз. Аты жөніңіз, жасыңыз деген секілді. Және де сіз міндетті түрде бұл бағдарламаға үміткер болу үшін бакалавр дипломыңыз болу қажет. Яғни 4 жыл университетте бітіргеннен кейін ғана сіз бұл бағдарламаға үміткер бола аласыз. Және де сізде міндетті түрде өзіңіздің тапсырып отырған мамандығыңыз бойынша 2 жыл жұмыс өтілі болу керек. Бірақ сіз жаңадан университетті бітірген болсаңыз, онда сізден 2 жыл жұмыс өтілі сұралмайды. Ары қарай кеттік. Мотивациялық хат дейді, яғни сіз неліктен ақшта оқығыңыз келеді магистратура, бұл сізге не береді, және неліктен дәл сіз осы Fulbright бағдарламасын Fulbright бағдарламасы тарапынан қаржыландыруға неліктен лайықсыз, сол туралы айту керек. Бұл өте маңызды құжат. Сондықтан да бұл мотивациялық хатты жазған кезде оған үлкен мән беріңіздер. Және мотивациялық хатты қалай жазу керек, және оған неге нақты мән беру керек, нені жазып, нені жазбау қажет туралы мен болашақта ол туралы бөлек видео жазатын боламын, себебі мотивациялық хат өте маңызды және үлкен рөл ойнайтын болғандықтан ол бөлек видеоны қажет етеді. Үшінші құжат бұл сіздің түйіндемеңіз. Біздегі секілді жұмысқа біз түйіндеме жасамыз, дәл сол секілді біз осы Fulbright бағдарламасына да түйіндеме береміз. Яғни бұл түйіндеме ол сіздің жұмыс өтіліңізді, сіз туралы көптеген ақпарат береді. Және бұл да өте маңызды құжат болып есептеледі. Және де бұл түйіндемені қалай жазу керек, түйіндеме жазғанда неге мән беру керек, қандай ақпаратты көрсетіп, қандай ақпаратты көрсетпеген дұрыс деген секілді ақпаратпен де ол туралы бөлек видео жазамын. Төртінші құжат бұл
рекомендательное письмо дейді орысша, яғни сізге мінездеме бере алатын адамнан хат, 3 адамнан мінездеме хат қажет болады. Және бұл туралы да мен бөлек видео жазатын боламын, бірақ қазір қысқаша айтып өтетін болсам, бұл сізді жақсы білетін, сізді жан-жақты толық ашып бере алатын, тұлға ретінде ашып бере алатын адам болу керек. Бір адам сізді жақсы адам ретінде көрсетсе, екінші адамды жаңағы сіздің профессионалдық қырыңызға мінездеме беретін адамнан, яғни әріптесіңізден немесе бастығыңыздан деген секілді алған абзал. Үшінші, бұл жаңағы сіздің оқуыңызда қабілетіңіз қандай, берілген материалды қаншалықты сіз тез қорытып алып кете аласыз, сол туралы ақпарат беретін адам болған абзал. Ол мысалға сізге университетте сабақ берген профессор немесе басқа да мұғалім болуы мүмкін. Бұл туралы, бірақ бұның да өте көп жаңағы ескеру керек тұстар өте көп, сондықтан да бұл туралы да мен бөлек видео жазатын боламын. Және де 5-ші құжат, бұл TOEFL және GRE немесе GMAT. Және соңғы қажетті құжат бұл паспорттың көшірмесі. Жоғарыда атап өткен құжаттарының барлығын сіз онлайн түрде жүктейсіз. Жүктеп болғаннан кейін бұл құжаттарыңызды арнайы комиссия қарап шешім шығарады. Бұл бірінші ғана тур. Екінші әрі шешуші тур бұл интервью болып саналады. Интервью уақыты 15-20 минутқа орташа есеппен созылады. Ол жерде 3-4 адам отырады комиссияда. Және де барлығы ағылшын тілінде. Сұрақтардың барлығы ағылшын тілінде қойылады, сәйкесінше сізде ағылшын тілінде жауап беруіңіз қажет. Сондықтан да бұл Fulbright бағдарламасына тапсыру үшін міндетті түрде ағылшын тіліңіз жоғары деңгейде, яғни upper intermediate немесе advanced болуы қажет. Яғни бұл интервьюден де сәтті өтсеңіз, онда сіз Fulbright бағдарламасының стипендия егері боласыз. Fulbright бағдарламасы толық сіздің университеттің ақшасын, магистратураңыздың ақшасын төлейді. Ай сайын сізге стипендия береді. Сізге және кітапқа берілетін ақшаның шығынын, ұшақтың шығынын, тіпті виза шығынына дейін өтейді. Сондықтан сіздің міндетіңіз тек қана оқу және де оқу. Және де мен сіздерге бір ескерте кететіндігі, бұл Fulbright бағдарламасына Жаңа Зеландия, Австралия, Канада немесе Англияда оқыған, бакалавр немесе магистратурада оқыған адамдар үміткер бола алмайды. Fulbright бағдарламасы қандай адамдарды іздейді? Идеясы бар, өзінің зерттегісі келетін тақырыбы бар, бірақ сол елде тұратын ол елінде, ол сала дамымағандықтан, ондай мықты мамандар жоқ болғандықтан, ол жерде сәйкесінше сол салаға қатысты дәріс беретін мықты мамандар, мықты жоғары оқу орындары болмағандықтан, олар амал жоқ осы шетелге білім алғысы келетін жастарды іздейді. Алайда ол жастардың материалдық жағдайы оған мүмкіндік бермегендіктен, олар осындай бағдарламаларға жүгінуге мәжбүр болған жастарды іздейді. Яғни олар сол өзінің ізденіп жүрген қажетті ақпаратты, білімді, тәжірибені шетелден алғаннан кейін өз еліне келіп, сол білімін, сол тәжірибесін өз елінің дамуына, сол саланың болашақта өркендеуіне үлес қосатын жастарды іздейді. Мәселен, Fulbright бағдарламасында оларда сіз оқуыңызды тәмамдағаннан кейін ақш-та магистратураңызды елге қайтып 2 жыл кемінде осы сол сала бойынша жұмыс істеуіңіз қажет. Бұл бағдарлама шарттарының бірі. Сондықтан да осы жағдайлардың бәрін ескере отырып, мотивациялық хат та осыған қатысты орайластырылып жазылу керек. Ол болашақта ол туралы жоғары видеоның басында айтып өткендей, ол туралы бөлек видео жазатын боламын. Әзірге осы. Келесі видеоларда мен сіздерге басқа да бағдарламалар туралы айтып беретін боламын.
Сондықтан да каналға жазылуды ұмытпаңыздар, және бүгінгі айтылған ақпарат пайдалы деп тапсаңыз лайк басып мені қолдап қойсаңыздар болады. Және де бүгінгі видеоға қатысты сұрақтар туындаса комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Ол сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын. Достар, және де менің инстаграм каналыма жазылыңыздар. Ол жерде де мен деген көптеген пайдалы әрі қызықты ақпаратпен бөлісемін. Ол жерде тек қана шетелде білім алу ғана емес, сонымен қатар Америка өмірі, Америкадағы оқу және де тағы да басқа өте қызықты жайттар туралы, Америкада өзімнің басымнан өткізген қызықты тәжірибелер туралы бөлісетін боламын. Сондықтан да міндетті түрде жазыңыздар. Инстаграмда да сіздерді көргеніме өте қуанышты боламын. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.